Ассалаумағалейкум ағайын, мен сіздерден мұндай қолдау күткен жоқпын. Көп рахмет. Бұл жерге бағаны беретін сен емес, мен емес, Дариға. Бұл жерде бағаны беретін ел, жұрт, туған туыс, көрші көлең, әріптес, группалас және де жақын туған туысқандар. Сондықтан да мен сені Нұрсейіт Жылқышыбайға тікелей эфирге шақырамын. Оралхан Бөкей атамыз қалай тауып айтқан деймін да. Өспес елдің айтары өсек, ермегі төсек болады деп. Біреудің байының интервьюін көріп ап, қатындікі дұрыс сауап қойған, еркектікі бұл жерде дұрыс емес деп. Біреудің өмірін талқылағаннан басқа не бітіріп атсыздар? Уақыт деген қылыш дейді, сен кеспесең сені кеседі. 2 айдан кейін 1 жыл бітеді, 2025. Қайта келмейтін 1 жыл бітеді. 1 сағат өзіңізге уақыт бөліп, 1 жылда не бітірдіңіз, бір есеп беріп қойыңызшы. Өсектен төсектен басқасын. Дариға Бадыхманның бывший күйеуі интервью беріпті. Зачем так позориться? Шығып, ойбай, маған ақша бермеді деп. Қалай екен? Қаншама әйелдер осылай 4-5 туып бүкіл өмірін еркекке арнап, дымсыз қалып жатыр ғой, еркек ақша тапқан кезде. А тут он же даже не рожал. Вот если бы он рожал детей, 5-6 бала туып үйде отырса, сөйтіп барып, Дариға ақша бермей кетіп қалса, вот тогда мы бы ее осуждали. А так, простите, сама заработала, сама все сделала. О, бала қараған жоқ, бала туған жоқ. Я думаю, что она права. Она вот отомстила за всех женщин. Дариға отомстила за всех женщин, я считаю. Ассалаумағалейкум ағайын. Маған осы уақытқа дейін қаншама халықтан қоңыраулар түсті. Туған туысқаннан, жақындардан. Әрқайсысына жеке жауап беріп жатпайын деп. Нұрсейіт Жылқышыбай бауырыма сұхбат берейін деп шештім. Бәріне бір жауап осы болсын деп. Ал сол уақытқа дейін мен қандай күйде болғанымды өзімнен басқа ешкім білмейді. Және бір Алла. Мен сол уақыт арасында өзім қол жұмсауға дейін бардым. Тойға, киноға бару былай тұрсын, тіпті көшеге шығудан қалдым. Мен үйтіп әр адамға мазақ болғанша сотталып кеткенім артық. Мен өзімнің ақиқатымды айтамын. Қандай шағым түсірсін менің үстінен, қандай арыз берсін, мен өзімдікін айтамын. Тіпті керек десеңіздер, детектор алжи деуші ме еді, соған да отыруға дайынмын.